Бір талайдан бері интернет желісінде осы печеньелардың рецепттері көбейіп, трендке айналып кетті ғой. Ендеше мен де трендтен қалыспай рецептісімен бөлісейін деп шештім. Ал енді француз мадлен печеньесінің рецептісін қабыл алыңыздар. Жасалу жолы оңай, тез дайындалады. Қонақ келгенде шайға ұялмай ұсынуға болады. Ал енді ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне шым-шым тұз қосып, қантымызды салып, венчикпен біріккеншекті араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды қосып, оның үстіне разрыхлитель қосып, електен өткіземіз. Жақсылап бір келкі масса болған шекті араластырамыз. Дайын тестамызды кондитерлік мешокқа құямыз, солай формамызға құйғанға ыңғайлы болады. Осылай видеодағыдай аса қатты форманы толтырмай қамырымызды құйып шығамыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Мен 170 градуста 12-15 минуттай пісіремін. Сіз өз духовкаңызға қарай пісірсеңіз болады. Осылай міне әдемі печеньеларымыз дайын болады. Оны әсемдеу үшін формамызға шоколадты ерітіп құямыз. Қасықпен ақырындап жағып шығамыз. Үстінен печеньеларымызды қойып, морозильникке 15-20 минутке қойып қоямыз. Дайын болған печеньеларымызды алып шығып, өстіп формадан оп-оңай аламыз. Мені осындай әдемі дәмді печеньеларымыз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.